Өлшем бірлігі не болып келеді? Дифтірей. Онда біз білеміз, алдыңғы тақырыптарда қарастырған. Жинағыш линза оптикалық күші оң шашыратқыш, линза оптикалық күші не болады? Теріс. Енді оң теріс. Бұл линзаны ұлғайтуы деген бар. Линзаны ұлғайтуы бұл жерде кескін сызықтық шамамен қарастырылады. Сызықты ұлғайту деп кескінін. Ол жерде Г әріппен белгіленеді. Жаңа олардың қатынасы жаңа F пен D-ға жаңағы ашпен ашылып. Бұндағы аш деген кескіннің биіктігі, екінші дененің биіктігі. Екеуі де биіктік, біреу үлкен ашпен, біреу кіші ашпен белгіленеді. Жаңа кіші ашпен кескіннің биіктігін белгілейді, үлкен ашпен дененің биіктігін белгілейді. Екеуі де биіктік болып қарастырылады. Бұл да линзаны ұлғайтылғандағы кескін алу несі, бұл кітаптарымызда бар. Мына сурет жаңағы әртүрлі алдында кескін төңкеріліп алғаны, жаңағы жоғарыда алғаны осыларды қарастырады, сызбасы арқылы. Кескін кері нақты дейді. Мынау дегеніміз нақты кескін алу. Кескін жоқ мына жерде. Қарап отырсыздар ма? Кескін жалған тура іштелген. Мана айтылған кескін бір жерде жинақталып тұр. Мына кескін нақты кері іштелген кескін. Енді жақсы біліктерде болады, дүркілерде болады, осындай оптикалық аспаптарда болады. Енді линза сфералық болып келеді екен. Сфералық беттермен шектелген мөлдір дене болып келеді. Ол көптеген оптикалық құралдарда линзалар екі сфералық бетке шектелген мөлдір немесе жаңағы денелер қолданылады. Енді осындағы алдымыздағы тақырып сияқты бұнда да линзаларда ойыс линза, дөңес линза болып екіге бөлінеді. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, мына жерде мынау екеуі де дөңес линзаға жатады. Мынау ойыс линза, ортасы көріп тұрсыз ба, жасылмен көрсетіліп тұр ғой. Бұл ойыс, қос ойыс, қос дөңес болып келеді. Ал мына ортасындағы сызықтар жаңа фокус ара қашықтықтары, немесе оптикалық күш сызықтары болып қарастырылады. Енді осыны ары қарай қарастырып, линзалардың жинағыш және шашыратқыш болып келеді. Екіге бөлінеді. Жаңа біз алдындағы сфералық айналарда солай өтеді ғой. Бұл да жаңағы жинағыш және шашыратқыш. Алдынағыда жинағыш линза қалай болып келеді? Ойыс болып келеді, ал жинағыш линза дөңес болып келеді. Енді жаңағы линза мынандай болады. Мына бізде қандай линза болды жаңа? Дөңес. Ал бізде мынау қандай линза болады? Ойыс линза болады. Ал бізде мынау қандай линза болады? Ойыс дөңес. Осындай линзалардың түрлері бар екен. Енді мына жерде бізде мынау қандай? Енді негізінде балалар, бұл тақырыпта біздің білетініміз линзаларды ажырата білу. Оның жаңағы шашыратқыш, жинағыш екенін білдік. Линзаның 6 түрі бар екенін білдік. Жаңа жинағыштың 3 түрі бар, шашыратқыштың 3 түрі бар екенін білдік. Микроскоптар, фотоаппараттар. Осы аспаптар негізгі бөлігі шашыратқыш линзаның фокусы, жиналмалы жинағыш линзаның фокусынан. Линзалар дегеніміз екі сфералық бетпен шектелген мөлдір денелер арқылы алынады. Линзаларды жинағыш және шашыратқыш деп екіге бөлінеді. Линзалардың екі түрі жинағыш және шашыратқыш деп аталады. Сабақтың бүкіл түсіндім. Маған бүгінгі сабақ қызықты өтті. Түрлі линза туралы ақпараттармен таныстым.